Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. Бүгін қиял адамға тән қасиет деген тақырыптың екінші сабағын өтетін боламыз. Оқулықтарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру. Екінші, мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып түзету және редакциялау. Яғни, бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийлері мәтін мазмұнын есте сақтайды, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырады және мәтіндегі қателерді тауып түзетеді. Бұл критерийлер арқылы сіздердің бүгінгі сабақта не істейтіндеріңіз көрсетіліп тұр. Ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақта бастаған қиял әлемі бөлімінің алғашқы тақырыбын еске түсіру үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Қиял дегеніміз не? Егер сен сабаққа дайындалмай келсең, қиялың қандай болар еді? Сөз таптарын зерттейтін сала. Қиял неге адамның жас ерекшелігіне қарай әртүрлі болады деп ойлайсың? Деректі және дерексіз зат есімдер деген не? Балалар, бұл сұрақтарға жауапты жазбаша немесе ауызша түрде жауап беруге болады. Ендеше сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Оқулықтың 95-ші бетіндегі 8-ші тапсырмада берілген оқылым мәтінін оқып шығыңыздар. Мәтінді оқып шығуға 4 минут уақыт беріледі. Мәтінді оқып болғаннан кейін мына тапсырманы орындаңыздар. Бірінші тапсырма: оқылым мәтінінен нақты ақпаратты табуға арналған 3 сұрақ құрастырыңдар. Яғни, осы оқылым мәтінінен нақты жауабы табылатындай 3 сұрақ құрастырасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы мәтіндегі ақпаратты іріктейді, нақты ақпаратты табуға арналған 3 сұрақ құрастырады. Тапсырманың орындалу уақыты: мәтінді оқуға 3 минут, сұрақ құрастыруға 3 минут. Келесі тапсырма: мәтіннен орфографиялық қателерді тауып түзету енгізіңдер. Естеріңізге сала кетейін, өткен 90-дарда біз орфография дегеніміз не, орфографиялық қателер неден тұрады деген ережелерді өткен болатынбыз. Орфография бұл дұрыс жазу өнері, яғни сауатты жазу, орфографиялық норманы сақтап жазу. Яғни, орфографиялық нормаға қайшы келіп тұрған қателер, міне осыны тауып, мәтінге түзету енгізу керексіздер. Бұл жерде жалпы немесе жалқы есімдердің дұрыс жазылуы, сөйлем соңына тыныс белгілердің дұрыс қойылуы, сөйлем басында үлкен әріппен бастап жазылуы, сөйлемнің бірыңғай мүшелердің арасына қойылатын тыныс белгінің дұрыс қойылуы, яғни үтірдің дұрыс қойылуы. Міне, осы сияқты қателерді іздеп тауып, мәтінді түзетіп, қайта жазып шығыңыздар. Ендеше балалар, сіздерге тапсырма орындауға сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымызға рефлексия жасаймыз. Сабақтан не үйрендіңіз? Сабақ барысында неден қиналдыңыз? Қандай тапсырманы орындау қиындық келтірді? Ендеше, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.